Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын болонезаның рецептісімен бөлісемін, өте дәмді шығады. Бізге керек сәбіз, пияз, сарымсақ, қызанақ, тартылған ет және спагетти. Пияз, сәбіз, сарымсақты ұсақтап тураймыз, қызанақты блендерден өткіземіз, ыстық табаға майды құйып, қыздырып, оның үстіне фаршты саламыз. Фаршты суы кеткенше бұқтырамыз. Міне бұқтырғаннан кейін суы осылай кету керек, тек майы қалу керек. Оның үстіне сарымсақты салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Пиязды саламыз, араластырамыз, пияз ағарғанша қуырамыз. Сәбізді саламыз, сәбізді 5-10 минуттай қуырамыз. 1 шай қасық томат пастасын саламыз, кішкене ғана соевый соус құямыз, укроп саламыз, араластырамыз. Блендерден өткен қызанағымызды саламыз, араластырамыз, суды құйып, жарты немесе 1 сағаттай бұқтырамыз. Спагетти лапшасын саламыз, оның үстіне ыстық қайнап тұрған суды құйып, жақсылап тұрып араластырып, дәміне қарай тұз себеміз. Спагеттиді арасында араластырып тұру қажет, лапшасы бір-біріне жабыспауы керек. Міне осынша су қалғанда газдың астын өшіріп, қақпағын жауып қоямыз. 10-15 минут тұру қажет. Міне біздің болонезіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, дәмді болып шығады. Оригинал болонезе рецептісінен артық болмаса, кем емес. Мен сіздерге уәде берем. Осы рецептпен жасап көріңіздер, дәмі енді тіл үйреді. Ас болсын. Лайк, подписки ұмытпаңыздар. Рахмет.